Яғни Шырақ AI бұл ұстаздардың жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, бұл Әбу Абдаллах Мұхаммед ибн Мұса деген кісінің мүсіншесі, немесе сіздер оны Әл-Хорезми деп білесіздер. Алгоритм деген сөз осы кісінің атынан шыққан, және осы кісінің атымен алгебра деген бөлек пән аталған. Көріп отырсыздар, 9 ғасырда біздің аймақтан шыққан ғалымның ғылымға қаншалықты мықты әсері болғаны. Енді сәйкестік тура 12 ғасырдан соң дәл осы Әл-Хорезмидің мүсіншесінің Ташкенттегі жарыста отандық Шырақ AI жобасы жасанды интеллект бойынша білім саласындағы ең үздік бастама деген номинацияда марапатталды. Құтты болсын, және мен қазір ғана танысып шықтым. Бұл расымен де мұғалімдердің жұмысын барынша жеңілдету бойынша, яғни сабаққа дайындалу, сабаққа өткізу бойынша ең мықты, қуатты жасанды интеллект кешені. Яғни күнделікті керек КМЖ, БЖБ, ТЖБ, презентация, ғылыми жоба, авторлық бағдарлама, осының бәрін бірін-біріне қайталамайтын етіп жазып береді, сызады, құрастырады. Оған қоса сабақты қызықты етіп өткізуге арналған түрлі ойындар, көрнектер, осының барлығы бар. Яғни Шырақ AI бұл ұстаздардың жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, бұл енді бірінші фокуста балалардың білім алу процесін барынша қызықты да мазмұнды етуін қамтамасыз етеді. Ең бастысы, бұны жасап шыққан өзіміздің қазақтың қара көздері 1 жылға жуық уақыт еткен, және дәл қазір 12 әдістемеші, бағдарламашы осы үшін күні түнін арнап отыр. Және Қырғызстан мен Өзбекстаннан қазір сұраныс өте көбейген, бірақ басты фокус біздің қазақтың мұғалімдерінде дейді. Ендеше сіз мұғалім болып әлі осы платформаға тіркелмеген болсаңыз, онда қазір астына платформа деп жазып кетіңіз, және осы бейнені өзіңіздің таныс мұғалімдеріңізге жіберіңіздер.